Сәлеметсіңдер ме балалар? Көркем еңбек сабағында қайта кездескенімізге қуаныштымын. Өткен сабақта портреттің қандай түрлері болатынын, түстер мен сызықтардың көңіл-күйді қалай бейнелей алатынын білген болатынбыз. Сендердің өз көңіл-күйлеріңді бейнелеп, ата-аналарыңа көрсете алғандарыңа сенімдімін. Сабақ барысында сендер мимика деген не, портретті бейнелеу барысында қандай әсерлегіш құрал қолданылады, коллаж деген не екенін білетін боласыңдар. Естеріңде болса, өткен сабақтың соңында өздеріңнің көңіл-күйлеріңді көрсететін смайлик таңдауларыңды ұсынғанмын. Адам өз көңіл-күйін қалай көрсететін туралы ойланып көрдіңдер ме? Ондай кезде бізге мимика көмектеседі. Мимика адамның бет-әлпетінің өзгеруі. Адамның бет-әлпеті оның көңіл-күйіне қарай құбылады. Мимиканың өз кезегінде адамның сезіміне, көңіл-күйіне қалай әсер ететініне назар аударыңдар. Балалар бейнеленген фотосуреттерге анықтап қараңдар. Біз не көріп тұрмыз? Дұрыс, біз бірінші суреттегі қыз баланың күліп тұрғанын көреміз. Оның көздері сығырайып, еріндері екі жағына созыла күліп тұр. Көңілді адам туралы екі езуі екі құлағында деген сөз бар. Ал ортадағы ұл бала көңілсіз. Езуінің екі жағы аздап төменге қарай түскен, қасының орта жағы жоғары көтеріліп кеткен. Мұндай қасты үйшік тәрізді қас деп атайды. Сендер оң жақ шеттегі қыздың көңіл-күйін қалай сипаттар едіңдер? Оның мимикасын суреттеп көріңдер. Өздеріңнің көңіл-күйлеріңді смайлик түрінде сызып салып көріңдер. Портреттің көңіл-күйін бейнелейтін негізгі құралдар түс пен сызық екенін естеріңе салып өткім келеді. Қалай ойлайсыңдар? Көңілді портреттің көңіл-күйін бейнелеу үшін қандай түс пен сызық сәйкес келеді? Әрине, бұндай портрет үшін қызыл, сары, ашық күлгін түстерді қолданған бәрінен де дұрыс болмақ. Ал жылдам және ойнақ сызықтар мимиканы жеткізуге көмектеседі. Жабырқау көңіл-күйдегі портрет үшін көгілдір, ақшыл көк түстерді таңдаймыз. Сызықтар нәзік әрі орнықты болуы тиіс. Оларды сынық әрі өткір сызықтар толықтыра алады. Салмақты адамның портретін салу үшін күлгін, күрең қызыл, қара түсті пайдаланамыз. Ашулы адамның көңіл-күйін беру үшін сызықтар айқыш-ұйқыш болған дұрыс. Бірінші сабақта сендермен портреттің жеке, топтық және автопортрет атты түрлерін талқылағанбыз. Ал енді сендердің бұл тақырыпты қалай меңгергендерін тексеріп көрелік. Мен сендерге Венн диаграммасын толтыруды ұсынамын. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Жеке портреттің автопортретпен қандай ортақ қасиеті немесе айырмашылығы бар? Ал енді сендерде бәрі дұрыс болды ма тексерейік. Жеке және автопортреттердегі ортақ нәрсе негізгі кейіпкер адам болып табылады. Ал айырмашылығы мынада. Суретші автопортретте өзін өзі бейнелесе, жеке портрет бұл суретшінің басқа адамды бейнелеуі. Жарайсыңдар, мен сендерді бұл тапсырманы өте жақсы орындады деп есептеймін. Экранға назар аударайық. Балалар, алдарында екі портрет тұр. 16 ғасырда өмір сүрген итальян суретшісі Джузеппе Арчимбольдоның картиналарына мұқият қараңдар. Бірінші картинада суретші өзін өзі бейнелеген. Суретшінің ерекше тәсілмен салған көктем атты екінші картинасына назар аударыңдар. Портретті әртүрлі тәсілмен құрастыруға болады. Оны акварель, гуаш бояулармен, немесе көмірмен, тушпен, немесе қарындашпен орындауға болады. Балалар, Джузеппе Арчимбольдоның көктем картинасына қайтадан назар аударайық. Портреттегі адам көктем тақырыбына сәйкес келетін әртүрлі заттармен бейнеленген. Гүлдерден, жапырақтардан және жеміс-жидектерден жиналған көркем бейне адамның табиғаттан жаралғанын көрсетеді. Картина коллаж техникасында орындалған. Сендер бұл техникамен таныссыңдар ма? Қалай ойлайсыңдар? Коллаж деген не? Коллаж
кез келген әртүрлі заттарды қолдану арқылы жасалатын өнер туындысы. Коллажды әртүрлі әдіспен жасауға болады. Мысалы, қағаздан, түрлі заттардан, фотошоппен, газет және журнал қиындыларынан жасауға болады. Қағаздан коллаж жасап көрейік. Қалай ойлайсыңдар? Портретті орындау үшін бізге не қажет болады? Әрине, міндетті түрде қажетті материалдарды дайындап жоспар құру керек. Алдымен идея таңдаймыз. Одан соң құрал жабдықтарды, керексіз газет журналдар, қағаз, желім дайындаймыз. Бұлардан басқа қайшы, қарындаш, өшіргіш, ұштағыш, сызғыш және кішкене бөліктерін бояу үшін фломастерлер керек болады. Міндетті түрде болашақта орындалатын жұмыстың эскизін сызып аламыз. Сонымен қатар қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Өз шеберліктеріңді қарапайым бейне жасаудан бастап ұштау керек екендігін естеріңнен шығармаңдар. Аппликация қалай орындасақ, коллаждың орындау техникасы да дәл сондай болмақ. Бүгінгі сабақты қалай меңгергендерін тексеру үшін өзіндік жұмыс орындаңдар. Экранда бүгінгі өткен тақырыпқа байланысты 5 тұжырым берілген. Сендер бұл тұжырымдармен келісулеріңе де, келіспеулеріңе де болады. Егер келіссеңдер плюс таңбасын, ал келіспесеңдер минус таңбасын қойыңдар. Мимика адамның бет әлпетінің көңіл күйіне қарай өзгеруі. Көңілді адам туралы қасы үйшік тәрізді деген сөз бар. Жабырқау, көңілсіз портретте сызықтар нәзік әрі орнықты. Итальян суретшісі Джузеппе Арчимбольдо 16 ғасырда өмір сүрген. Коллажды тек қағаздан жасауға болады. Жауаптарыңды салыстырып, ұпай санын есептеп, өз атақтарыңды иеленіңдер. Әрбір дұрыс жауап үшін 1 ұпай. Егер 5 ұпай болса, сіз гурусыз. Егер сізде 4 ұпай болса, сіз экспертсіз. Егер сізде 3 ұпай болса, сіз білімдісіз және материалдардың көп бөлігін білесіз. Ал егер сіз 2 немесе одан төмен ұпай жинасаңыз, мұқият болыңыз. Жұмыс барысында жіберілген қателіктеріңізбен жұмыс жасауыңыз керек. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.